Сәлем бәріне, бүгін 7-ші сынып алгебра 34-ші параграф есептерден шығаратын боламыз. Бастамас бұрын маған тіркеліп, қолдау ретінде лайк басып, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Ал бастайық. Ең бірінші бізде 34-те бірінші есеп. Бұл жерде көбейткіштерге жіктеңдер деген. Біз білеміз, көбейткішке жіктеу үшін осындай формула берілген, және де осыған ұқсастып біз жазуымыз қажет. Ең бірінші есепте бұл жерде бізде ол бізде А болса, X бізде Б. Мұнда да солай, Y бізде А, мұнда Б, Б. Мұнда Т А болса, N Б болады. Ал бастайық. Ең бірінші жақшаға біз А қосылған X-ті жазуымыз керек. Ешқандай кубпен, квадратпен жазуымыз керек емес. Келесі жақшаның ішінде уже А квадрат, мұнда плюс болғандықтан біз минусты жазамыз. Келесі жақшада А Б-ны жазамыз, яғни А X. Қосылған Б-ның квадраты бізде X-тің квадраты. Осылай жазамыз. Келесіде Y минус Б. Келесінде мұнда минуста бізде келесі жақшада біз плюсты жазуымыз керек. Сонда Y-тің квадраты плюс YB плюс Б-ның квадраты. Үшіншісінде бұл жерде Т минус N жақша жабылады, жақша ашылады. Т-ның квадраты мұнда плюс болады. Т-N плюс N-ның квадраты. Төртіншісінде бұл жерде М қосылған К. Келесі М-ның квадраты минус жазамыз. М-ның К плюс К-ның квадраты. Осылайынан. Келесі, мұнда уже басқашалау. Мұнда 8 саны. Оны біз осылайынан жазып алуымыз қажет. Z-тің кубы минус 3-тің 2-нің кубы деп жазып аламыз. Мына жерде қателесіп кеттім. 2-нің кубы. Тен. Енді осы жерде дәл осылай ұқсатып жазамыз. Яғни Z минус 2-нің кубы жақша жабылады. Мұнда кубты жазбаймыз, қателесіп кетіптім. Келесі жақшада бізде Z-тің квадраты қосылған 2Z қосылған 2-нің квадраты бізде 4 болады. Мұна жерде түсініспеушілік пайда болса, яғни бізде 2-нің кубы бізде ол 2-ні көбейту керек, өз-өзіне 3 рет деген сөз. Сонда шығады 8 саны, себебі 2-ні 2-ге көбейткен кезде шығады 4, 4-ті 2-ні көбейткен кезде 8. Дәл солайынан мына есептерді шығаруымыз керек. 64 бізде ол 4 саның кубы. Сонда 4-тің кубы қосылған С куб. Тен 4 қосылған С. Жақша жабылады, жақша ашылады. 4-тің квадраты бізде неше кетеді? 16-ға тен жазып алайық осылайынан. Минус, мұнда плюс болғандықтан, мұнда келесі жақшада бізде минус болады. 4С плюс С-дің квадраты. Осылайынан. Келесі 125 бізде 5-тің кубы. Минус Х-тің кубы. Тен жақшаның ішіне 5 минус Х деп жазамыз. Келесі жақшаның ішіне 5-тің квадраты бізде неше кетен? Яғни А-ның квадратын сұрап тұр формулада. Дәл солынан бізде 25 куб, ол бізде А. 5-тің квадраты бізде сонда 25-ке тең. Плюс, минус болғандықтан плюсты жазамыз келесі жақшаға. 5Х плюс Х-тің квадраты. Жақша жабылады. Мың ол бізде 10-ның кубы плюс Y-тің кубы. Тең. Енді
Бұл жерге 10 қосылған y жақша жабылады, жақша ашылады. Оның квадратын жазу керекпіз. А квадрат, яғни оның квадраты. Ол кезде бізде шығады 100 саны. 100. Қосу болғандықтан біздің келесі жақшада минус болады. Сол кезде бізде 10 y қосылған y-тің квадраты. Осылай шығарамыз. Менің ойымша түсінікті болды. Келесі 34 екінші есеп. Бұл жерде дәл солай мына формула. Ең біріншісінде бізде минус сан берілген екен. Яғни екі өрнектің кубтарының айырымы. Ең бірінші бізге 27-ні мынандай түрге айналдырып алу керек. Яғни 3-тің кубы минус а-ның кубы деп тең. Шарханың ішінде 3 азайтылған а, шарханың ішіне 3-тің квадраты бізде 9-ға тең. 9 плюс 3а плюс а-ның квадраты. Яғни бізде мына формула болып тұр. А минус б а квадрат нет. 3-тің квадраты плюс аб плюс б квадрат. Келесінде б куб плюс 5-ның кубы тең. Бестің квадраты бізде 25-ке тең. Келесі мұнда 64 бізде ол 4-тің кубы минус м-ның кубы тең. 4 минус м жақша жабылады, жақша ашылады. 4-тің квадраты бізде 16 плюс 4м плюс м-ның квадраты. Келесі 8 бізде ол 2-ның кубы плюс q куб тең. 2 плюс q 2-ның квадраты бізде 4-ке тең. Минус 2q плюс q квадрат. Келесі 0,8 саны ол бізде 0,2 санының кубы плюс а-ның кубы тең. 0,2 плюс а жақша жабылады, жақша ашылады. 0,2-ның квадраты бізде 0,4, яғни 0,104 минус 0,2 а плюс а-ның квадраты. Жақша жабылады. Келесі мұнда 16 куб минус б куб тең. 0,6 минус б жақша жабылады, жақша ашылады. 0,6-ның квадраты бізде 0,136 плюс 0,6 б плюс б квадрат. Жақша жабылады. 0,27 деген ол бізде 0,3-тің кубы плюс n-ның кубы тең. 0,3 плюс n жақша жабылады, жақша ашылады. 0,3-тің квадраты бізде 0,109 саны. Қосылған 0,3 n қосылған n-ның квадраты. Келесі мұнда 0,125 ол бізде 0,5 санының кубы. м куб тең 0,5 м жақша ашылады. 0,15-дің квадраты 0,125
қосылған 0,5-тің m қосылған m квадрат. Осылайынан шығарамыз. Келесі есеп 34-те 3-ші есеп. Бұл жерде де көбейткіштерге жіктеңдер деген. Бұл жерде бөлшек сандар берілген. Дәл солайынан формуламен шығару керек. Бастайық. Ең бірінші, біз 8-де 1-ді мынандай санға түрлендіріп алуымыз керек. 2-ден 1-дің кубы деген. Яғни, бұл жақшаның ішіне жазу керек біз. Яғни, 1-ді өз-өзіне 3 рет көбейтсен де 1 шығады. Міне 1. 2-ні өз-өзіне 3 рет көбейтсен де 8 шығады. Дәл солайынан минус b куб деп жазамыз. Тең. Енді мына формулаға саламыз. Мына формулаға. Сонда а бізде 2-ден 1 болса, минус b жаққа жабылады, жақша ашылады. А квадрат, 2-ден 1-дің квадраты бізде 4-тен 1 қосылған аб, 2-ден 1 b қосылған b-ның квадраты b квадрат. Келесі, мұнда дәл солайынан 27 бізде ол 3 санының кубы болса, 1-дің кубы 1 плюс с куб тең жақша ашылады. Міне мына формулаға саламыз. Сонда 3-тен 1 қосылған с жаққа жабылады. 3-тен 1-дің квадраты бізде 9-дан 1 минус болады. Мұнда формулада қарасақ минус тұр. 3-тен 1 с қосылған с квадрат. Мұнда 4-тің кубы. Мұнда неге жақшаға жазуымыз керек? Себебі бұл жерде 1-ге де қатысы бар, 4-ге де қатысы бар. Яғни кубтың екеуіне де қатысы бар. Минус д куб тең. Төрттен 1-дің квадраты бізде 16-дан 1 плюс 4-тен 1 д плюс д-ның квадраты. 125 ол бізде 5-тің кубы болса, осылайынан формулаға салып жатырмын. 5-тен 1-дің квадраты бізде 25-тен 1. Мен а квадрат 5-тен 1-дің квадраты деп жазып отырғанша 1-ден жазып тастап жатырмын. Мынау т қосылған т-ның квадраты. Мұнда келесі, мұнда басқашалау кішкене. Мұнда үстінде 1 жоқ, басқаша. Яғни алымында 1 емес. Мұнда біз 2 санға да ойластырып қойымыз керек. Сонда 8 болу үшін бізде 2-ның кубын жазуымыз керек. Ал 27 шығу үшін бізде 3-ті жазуымыз керек. Сыртында куб деп жазсақ, бізде дәл осы сан шығады. Плюс z-тің кубы. Тең. 3-тен 2 қосылған z. 3-тен 2-ның квадраты бізде 9-дан 4 минус 3-тен 2 z қосылған z-тің квадраты. Куб минус, мұнда уже 3 болады, ал мұнда бөлімінде 4 болады. Сайтында куб. Тең. Y минус 4-тен 3 жаққа жабылады. Y квадрат плюс 4-тен 3 Y плюс 4-тен 3-тің квадраты бізде 9-дан 16 жаққа жабылады. Келесі мұнда k куб плюс k қосылған 27 ол 3,
125 5 куб деп жазамыз. Тең к қосылған 5-тен 3 к квадрат минус 3к қосылған 5-тен 3-тің квадраты бізде 25-тен 9. Келесі 8-шісінде 216 деген 216 ол бізде 6 санның кубы куб минус z-тің 3 деген сөз тең. Енді жазайық. 6-дан 1 минус z 6-дан 1-дің бізге квадраты 36-дан 1 минус плюс 6-дан 1 z плюс z-тің квадраты. Осыдан шығаратын боламыз. Келесі есеп бұл 34-те 4-ші есеп. Бұл жерде көпбейтіндіні көп мүшеге келтіріңдер деген. Сонда қараңыздар, мына формуланы қолданамыз. Формуламен түсіндіріп кетсем, мына формуламен болады. Өйткені мында плюс саны. Мына ең бірінші кішкентай жақшада плюс саны тұр, яғни соған қарап білсек болады. А плюс Б жақша жабылады, жақша ашылады. А квадрат минус деген ол бізде А болса, Б бізде А. Мына жерде Б ол А плюс Б квадрат, значит 2-нің квадраты болып тұр мына жерде. Сонда біз тек қана мына жер кішкентай 2 сандық жақшаға қарасақ, біз бірден біле аламыз. Бұл есептің жауабы А қосылған к сатында куб болады. Келесі мынада да солайынан 1 минус x-тің квадраты сыртында куб. Оны ашатын болсақ, квадраты кубқа көбейту керек, сонда шығады 6 саны, 6 дәрежесі болды, және x-тің 6 дәрежесі 3-ті көрінбейтін 1 бар, сонда 1-дің 3 дәрежесі болады, 1-дің кубы болады. Мұнда дәл солайынан к минус 5-тің кубы, яғни жақшаның сыртына жазсақ та болады, немесе к куб және де қасына 5-тің кубы деп жазсақ та болады. Мен осыны қалдыра саламын. 3 қосылған м куб. Бұл куб сонда 3-ке де қатысы бар, м-ге де қатысы бар. Келесі мұнда 1 плюс А-ның куб дәрежесі сыртында кубы бар тағы да. 4 минус n квадрат сыртында куб бар. Бұны ашып жазсақ та болады. Айтқанымдай кубке көбейткен кезде 9 дәрежесі шығады, 2-ні 3-ке көбейткен кезде 6 дәрежесі шығады. Мына жерде орны ауысып кеткен, бірақ та ешқандай бір айырмашылығы жоқ. Ең кішкентай жақшасына қарайық. 5 қосылған y квадрат сыртында куб тең 8 минус z куб сыртында куб бар. Осыдан шығарамыз. Келесі есеп 34-те 5. Бұл есеп 34-те 4-ке ұқсас. Бұл жерде мынау кішкентай 2 сандық жақшаны көшіріп алуымыз керек. Сонда көшіріп алуымыз керек дегенде бізге мынаның толық нұсқасы керек. Сонда x куб минус 10-ның кубы болады. Яғни жақшаның сыртына, мынау кішкентай жақшаның сыртына кубты қойып елестетіп, өзіміздің миымызды елестетіп, x-ке кубты қойып, 10-ға да кубты қою керек. Сосын қасында минус тағы да жақшаның сыртында минус x куб бар. Тең. Бұл жерде x куб пен x куб қысқарады. Сол кезде шығады минус 10 саны. Минус 10-ның кубы. Жақшаның сыртында 216 саны. Мына жерде минус болғандықтан минус жазамыз.
Және де жақшаның ішіне жазамыз аны, себебі алдында минус саны бар. Ал егер де алдында плюс саны болса, жақшаны жазбай қойсақ болады. А плюс 6-ның кубы тең 216 минус А плюс 216 тең. Яғни 6-ның кубы бізде 216-ға тең. Енді 216 мен 216 қысқарады. Сол кезде минус А-ның кубы. Келесі үшіншісінде y кубты жазамыз. Плюс. Мұнда плюс болған жақшаны жазбай қойсақ болады. 7-ның кубы минус y-тің кубы тең. Мұнда бізде y куб пен y куб қысқарады. Сол кезде 7-ның кубы қалады. 7-ның кубы бізде 343 санына тең. Келесі мұнда 600 минус 8-дің. Мұнда уже мен жақшаны жазбай қойып, осылай жазсам болады. 8-дің кубы минус z-дің кубы. Сол кезде жақшаны жазбай қойсақ та болады. Сонда 600 минус 8-дің кубы бізде 512 болады. Минус z-дің кубы. Сол кезде бізде шығады 88 минус z-дің кубы. Келесі 34-те 6-шы есеп. Бұл жерде де өрнекті ықшамдау керек. Өздеріңіз байқаған шығарсыздар. Бұл жерде ең кішкентай жақшаның бірі ол мынау, және де мынау. Ал енді бұл жерде А-ның кубы болу керек, минус 1-дің кубы болу керек. Және де келесі мынау ең кішкентай жақшаны қарайық. Мұнда оның алдында А квадрат саны бар. Яғни А квадратты Аға, А квадратты 8-ге көбейту керек. Бізде шығады минус А куб. Яғни А квадратты Аға көбейтсек, А куб шығады. Плюс болады, себебі минус пен минус плюс қайнал кетеді. А квадратты 8-ге көбейткен кезде плюс 8А квадрат шығады. Енді бұл жерде бізде қысқартатын сандар көріп тұрмыз. Ол бізде А куб, А куб. Сонда бізде қалады минус 1 плюс 8А квадрат саны. Екіншісінде ең кішкентай ол бізде Б плюс квадрат, Б квадрат минус 1. Енді жазып алайық. Б плюс квадрат. Енді мұнда кішкентай жақшаның алдында минус Б деген сан бар. Яғни минус Б-ны біз Б квадратқа көбейткен кезде шығады минус Б куб. Минус пен минус бізде көбейтілген кезде плюс қайнап кетеді. Сосын Б-ны 1-ге көбейткен кезде Б шығады. Енді қысқартатын сан ол бізде Б мен Б қалады 2 минус Б куб. Мұнда мен шатасып кеттім. 2-ның кубы болады. 2-ның кубы бізде 8-ге тең. Келесі мына жерде мына санды көшіріп алу керек. 2А куб плюс 7-ні. Енді мына жерде өздеріңіз байқаған шығарсыздар. Ең кішкентай жақша мына жаққа кетіп қалған. Бұл жақша мына жаққа ауысып кетті деп елестетсек, осы жақшаны біз 7-ге көбейтуіміз керек. 7-ні x-ке көбейту керек, 7-ні 1-ге көбейту керек. 7x куб шығады, себебі мынаның сыртында бізде куб бар деп елестету керек. 7-ні 1-ге көбейтеміз, және де сыртында 1 бар. Куб бар, яғни 7 болады. Плюс 7 тең. Бұл жерде ешқандай сан қысқармайды. Бірақ та мына жерде 2 мен 7 саны көбейтіледі. Қосылады, 9 шығады. А куб, x куб. Қосылған 7 саны. Келесі мұнда бұл жерде y кубтың
y кубтан кейін минус саны бар. Сонда біз y кубты y-ке көбейтпеуіміз керек. Яғни y куб минус мына жақшаның сыртында куб бар деп елестетсек, минус y куб болады, және де минус 3 куб болады. Сонда y куб пен y куб қысқарады, сонда 3-тің кубы қалады. Ол бізде 27 санына тең. Келесі есеп 34-те 8-ші есеп. Бұл жерде теңсіздікті шешіңдер деген. Ең бірінші бізге мына жақшаларды ашып алу керек. Мына көбейткіштерді тің жауабы бізде екі өрнектің кубтарының айырымы болу керек. Сонда 1 минус 4x-тің кубы минус 6x-тің кубы болу керек. x минус 7x куб болу керек. Енді біз мынау жақшаны ашуымыз керек. 1-дің кубы бізде 1 минус 4-тің кубы 64, x минус 6x куб. 10x минус 7x куб. Енді осы есепті шығарып бастау керек. Бастамас бұрын бізге куб сандарды бір жаққа жинау керек. Яғни мен 1-ді жазайын қасына. 1 минус. Ең бірінші мен мына жақтағы есепті сандарды қос шығарып алайын. Сонда 64x минус 6x шығады минус 7x куб. Қасына мына жердегі минус 7x кубты жіберейік. Бірақ та мына жерде тұрған минус бізде плюс болып кетеді де, минус плюс қайналып 7x куб болады. Және де қасында 10x. Енді минус 7x куб қосылған 70 шығады 0 саны. 1-ден 0-ды азайтқан кезде шығады 1. 10x болады. Енді бізге x-тің өзін табу керек, сол кезде шығады. Табу керек, сол себепті біз мына сандарды 10 санына бөлейік. Шығады 1-ді 10-ға бөлген кезде шығады 0,1 саны. 10x-ті 10-ға бөлген кезде шығады жағына x. Енді x-ті ыңғайлы болу үшін мына жаққа қарай айналдырайық. Бірақ та таңбасымен бірге де айналдыру керек, яғни осылай тұрған затты осылай айналдырып жібереміз. Сонда x таңбасы ауысады, сол кезде осылай шығады 0,1 саны. Осылай шығуы қажет.